Достар, жақсы көретін оливье салатын жасайтын боламын. Салатымыз үшін пісірілген картопты тураймыз 4 бұрыштап. Үстінен бір піскен сәбізді 4 бұрыштап турап салып, одан кейін шұжықты тураймыз. Қалауларыңыз бойынша шұжықты піскен етпен алмастырсаңыздар болады. Піскен жұмыртқа, консервіленген жасыл бұршақты салып, аздап тұздап, бұрыш қосамыз. Майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша аз көп қоссаңыздар болады, бірақ мен қоспадым. Оливье салатының әр дастарханда орны бөлек, оны сіздерге жасауға кеңес беремін. Әр үйдің ханымының өз рецебі бар, мен өзімдікімен бөлістім. Көргендеріңізге рахмет, менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Рахмет үлкен.